Әғузу биллахи минаш-шайтани раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Досым, қалың қалай? Жағдайың жақсы ма? Сен анаңды жақсы көресің бе? Қараш, қандай сүп-сүйкімді қызбен анасы тұр. Осы суретті әдемі етіп бояп шық, жарай ма? Қандай махаббатқа толы сурет. Келесі бетті мұқият ашамыз. Бізде бүгін дәл әрпін өтеміз. Жіңішке д дыбысын береді. Ол әріп қалқала болып есептеледі. Яғни д әріпі сүкунмен келгенде ол әріпті тербетіп, дірілдетіп оқимыз. Мұқият назар аудар. Бұл әріп ро әрпіне ұқсайды, бірақ келте. Ро әріпі бананға ұқсайтын ұзын әріп, ал дәл әріпі соның кішкентай әріпі. Дә, ди, ду. Дә, ди, ду. Қазақша д дыбысы, бірақ жіңішке айтылады. Дә, ди, ду. Келесі, бізде мына жерде сөздерді оқимыз. Дум, дум, дубы, дубы, дуф, риді, зиді, қоды. Дәр, су, дәфғу, дәфғу, дәбғу, дәбғу. Дәл-ку, дәл-ку, дәл-ку. Дух-ну, дух-ну. Дәһру, дәһру. Дуль-дуль, дуль-дуль. Фуды-фуды, фуды-фуды. Худы-худы, худы-худы. Уш-дуды, уш-дуды. Ир-тә-дә-лә, ир-тә-дә-лә. يعتدل 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 استرشد استرشد يسترشد يسترشد. Досым, келесі бетінде дәл әріпінің жазылу үлгісі жазылған. Дәл әріпі өзінен кейін әріп жалғамайды. Сөз басында жазылу үлгісі, сөз ортасында жазылу үлгісі, сөз соңында жазылу үлгісі. Дәл әрпі ро әрпіне өте қатты ұқсайды. Түнде Құранмен тынығып, таңда шүкірмен оян деген осындай керемет сөзді саған жазып қалдырдым. Алла күніміздің, өміріміздің берекесін берсін. Аллах сенен және сенің ата-анаңнан, туған туыс бауырларыңнан разы болсын. Мына сөздердің барлығын 33 реттен оқуды ұмытпа, жарай ма? Және маған мұқият дәптеріңді суретке түсіріп, сөздерді аудио хабарламамен жазып, оқып жіберсең, мен өте қатты қуанып қаламын. Әрбір әріп ол Алланың бізге берген неғметі. Аллах тағала осы әріптерді үйрену арқылы бізді Құранға алып келеді. Құран оқыған сайын мол сауап аламыз, жақсылық аламыз. Өміріміз қуанышқа, бақытқа, берекеге толы болады. Сондықтан да барынша Құранға түсуге ұмтыл. Дұға ет, я Раббым, маған Құраныңды нәсіп ет. Өмірімнің соңына дейін өзің разы болатындай дәрежеде аз да болса да оқып жүрейінші Аллахым. Осы Құран жолынан адастырмашы десең, Аллах тағала сені өміріңді де, ертеңгі жәннатыңды да Құранмен нұрландырып тастайтын болады. Көресің, өміріңде өте көп қуаныштар болады. Досым, осымен бүгінгі біздің сабағымыз тәмам. Келесі дәрісте кездескенше Аллаға аманат бол. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.